Жақсы, отырамыз. Балалар, бүгінгі сабаққа көңіл-күйдеріңіз қалай? Жақсы. Олай болса, балалар, біздер бүгін жаңа сабағымыз бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап алайық. Тынышталады. Тақтаға назар аударыңыз, балалар. Энергия дегеніміз не? Орындарымыздан тұрып айтамыз. Нұрболат? Дұрыс. Отырамыз. Келесі күн энергиясын пайдаланатын құрылғы қалай аталады? Қалай аталады? Аруна? Күн панелі дейді. Дұрыс. Отырамыз. Келесі сұрағымыз. Қайсысы жаңартылған энергия көзі? Кім? Ықылас? Жел. Дұрыс. Жел. Тақтаға назар аударайық. Бүгінгі жаңа сабағымызды осы видео арқылы дұрыстап тыңдап қараймыз. Бейнеленген. Яғни термометрді түрлері бейнеленген екен. Жақсы, олай болса бүгін балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы температураның өлшеу 9-шы сарамандық жұмыс. Сабағымыздың оқу мақсаты термометрді пайдалана отырып температураны өлшеу. Дәптерлеріңізді ашып жазып алыңыз, балалар. 25-ші ақпан кесте жазып аламыз. Температураны анықтау үшін біздерге арнайы аспап, яғни термометрлер керек екен. Қазіргі таңда бізде танысатынымыз су температурасын өлшейтін термометр, адамның температурасын өлшейтін термометр және ауа температурасын өлшейтін термометрлермен танысамыз. Балалар, термометрлердің түрлері өте көп. Біздерге таныс өзімізге адамның температурасын өлшейтін термометрлер. Сосын өздеріңізге белгілі пандемия кезінде біздерді немен өлшеді? Инфрақызыл термометрмен біздердің температураларымызды өлшеді, маңдайымызға қойып. Сонымен қатар біздің бөлмемізде ауа райын, температурасын өлшеп тұратын термометрлер бар екен. Және судың температурасын өлшейтін мынадай термометрлеріміз бар екен. Қазір бұлармен біздер жұмыс жасайтын боламыз. Сосын тағы термометрлеріміз бар. Сосын тағы бір айта кететініміз балалар. Қазіргі таңда көбіне біздер қандай термометрлерді пайдаланамыз? Электронды термометрлерді пайдаланамыз. Ал бұрын біздер қандай термометрді пайдаланды мамаларымыз? Яғни сынап. Ртуть дейді сынап. Осындай термометрменен біздің қызуымызды өлшеген болатын, ауырған кезде. Қазір бұнымен де жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазір балалар термометрлердің түрлеріне тоқталамыз. Термометрдің түрлері біздерде біршама термометрлер бар. Мысалы, Фаренгейт термометр, сосын Кельвин термометр, Цельсий термометр және Реумер термометр деп аталады. Ал Реумер термометрі бұл қазіргі таңда біз оны көп пайдаланбаймыз. Себебі ол біздерге пайдалануға өте қолайсыз, өте үлкен болғандықтан біздер көбіне Цельсий термометрін пайдаланамыз. Ал енді Фаренгейт термометр бұл Америка Құрама Штаттарында және Англияда қазіргі кезде пайдаланады. Енді Цельсий шкаласы бойынша біздер температураны өлшейміз. Оның 0 градуста қату температурасы болса, ал енді 100 градуста оның қайнау температурасы бойынша өлшенеді екен. Енді балалар, келесі бізде топтық жұмыс термометрлердің жасалу тарихыменен термометрлердің түрлері, температура шкалалары бойынша танысамыз. Енді біздер балалар тәжірибе жасамасы бұрын ең алдыменен біздер қазір видеоға назар аударайық. Сұйықтық температураны өлшеу үшін видеоролигімізді қарап жіберейік.
Термометрдің шығу тарихы туралы танысамыз. Балаларға сіздерге қазір мәлім беремін. Сол бойынша 3 минут дайындалып аласыздар. Сосын температура түрлері, термометрдің түрлері және температура шкалалары. Қазір 3 минут дайындалып аламыз. Термометрлердің шығу тарихы туралы, жасалу тарихы туралы. Кім айтады? Мына топтағы. Дайынсыз ба? Отырыңыз. Термометр дененің жатқан ауаның температурасын өлшеуге арналған аспап. Термометрді ойлап тапқан адам ретінде Галилео Галилейді атайды. Италия және Франция ғалымдары термометрді дамытты. Термометрді қазіргі ретінде 1723 жылы Фаренгейт келтірді және қалай істелетінін суреттеп берді. Тұздың еру мен қайнау температурасын 1742 жылы Челси нақтылап көрсетті. Бірақ ол басында 0 градусты қайнау ретінде, ал 100 градусты қату ретінде шығарған. Бірақ оны шкала керісінше орналастырылғанын айтты. Термометр түрлері. Қандай термометрдің түрлері бар? Айта балам. Отыздан. Сұйықтық, механикалық, электронды, оптикалық. Дұрыс, жақсы. Келесі қандай түрлері? Шкалалар. Температура шкалаларына Целсий, Галилео, Фаренгейт және Кельвин шкалалары жатады. Халықаралық практикалық температуралық шкала. Нөлдік қалыпты атмосфералық қысымдағы 101,325 бар мұзды балқуына қалыптасады. Жақсы. Олай болса, қазір біздер сарамандық жұмысымызға көшейік. Қазір мен мына топқа дененің температурасын өлшеу үшін міне мынандай термометрлер бердім. Әр оқушы қазір өзінің температурасын өлшеуге мына медициналық термометрлер арқылы өлшеу нәтижелеріңізді дәптерлеріңізде жазасыздар. Содан кейін дене температурасының қалыпты мөлшері қандай болады, соны анықтайсыздар. Міне тысқа 3 түрлі су болады. Бөлме температурасындағы су, ыстық су және салқын су. Әрбір судың температурасын өлшеп, сосын мұнда анықтап жазасыздар. Енді мына келесі топқа ауа температурасын өлшеу. Бұл топқа мен күні бұрын тапсырмай бердім. Себебі біздер таңертеңгі сағат 8-де өлшеуіміз керек. Сосын күндізгі сағат 2-де және кешкі 8-де. Дәптерде бізге жазып аламыз. Термометрді пайдаландыңдар ғой сіздер, пайдаланып, өз дене қызуы қанша болды? 35-те 5 сіздікі. Ал оны? Сен кіші? 35-те 7. Санжар 36 градус сізде. Негізі балалар, қалыпты температура қанша болу керек адамның температурасы? Қалыпты температура 36 болу керек, ал енді 37 немен көтерілетін болса, яғни ол науқастан тұр, ауырып тұрған адам, Бізге берілген тапсырма ауа температурасын өлшеу. Мен бұны бір күн бойына бұрын жасап келгенмін. Таңертең сағат 8-де бізде 21 градус болған. Күндіз сағат 2-де 5 градус, ал кешке сағат 7-де 8 градус. Тәуліктік ауа температурасын жаңа графигін сыздыңдар, суымыз бізде 60 градус көрсетті. Салқын суда 18 градус көрсетті. Салқын суда 18 градус. 18 градус, ал Бөлме бөлме температурасында 20 градус көрсетті. Қазір жұмысымыздың барысы мынадай. Бір ыдыста ыстық су құйылған, металл ыдыста. Келесі ыдыста шыны ыдыста салқын су құйылған, ал мына пластмасса ыдыста
бөлме температурасындағы су. Қазір мына ыссы суға қолымызды саламыз да, сол ыссы суға салған қолымызды бөлме температурасындағы суға саламыз. Сонда не байқаймыз? Керісінше салқын суды қолымызды салып, бөлме температурасына салған кезде қандай нәтиже көрсеткенін байқаймыз. Әрбір тобда қолыңды салды, сосын бөлме температурасындағы тез салып. Не байқадың? Салқын болды. Салқын болып тұр, иә? Ал енді мына қолыңды, екінші қолыңды, мына қолыңды салқын суға салды. Не байқадың? Жылы болып тұр, иә? Ал келесі. Ыссы суға саламыз да. Иә, мұздай болып дейді. Мына қолыңызды. Келесі қолыңды. Жылы болды, иә? Біздер тәжірибе жасағанда, жаңа бірінші, үшінші тобымызда жасадық қой тәжірибе. Негізінен 15 минут күтуіміз керек. Біздер енді уақыт тығыз болғасын жерде оны 5 минутқа ғана өлшедік. Енді қазір қардың температурасын өлшеп көрек, 5 минут қараңыздаршы бала. Сал. Не істеп жатыр балалар? Қолмен ұстама, тағы кішкене шамалға. Суға салғаннан кейін қар не істеді? Еріді, жаңа жылы суымыз не істеді қар салғаннан кейін? Салқындады ма, әлде қайтадан жылып кетті ма? Салқындады, яғни суымыздың температурасы да өзгерді, иә? Жақсы, отырамыз. Оған да қазір температураны салып қоямыз. 20 көрсетіп тұр. Мынағанда 5 минут есептеп қойыңыздар балалар. Жаңа біздерде 10 көрсетіп тұрды, енді қазір 25 градус көрсетіп тұрды. Негізі біздер 15 минутқа қоюымыз керек деп айтып тұрмын ғой жаңа. Енді біздер уақыт тығыз болған жерде 5 минут қалды. Енді мынауымыз суға салды. Жаңа қар араластырдық қой. Бұл да 22 градусты көрсетіп тұр екен. 22 градусты. Бұндағы ойын қазір қайталап жіберейік. Дененің, заттың, ауаның температурасын өлшеуге арналған аспап қалай аталады? Термометр деп аталады. Дұрыс. Термометрді ең алғаш рет ойлап тапқан кім? Галилео Галилей. Отырағы жүрсін. Термометрді дамытып, қазіргі түріне келтірген. Кім деген ғалым? Қазіргі түріне келтірген. Кім? Жаңа сіздер тарихын айтыңдар. Дұрыстақ Фаренгейт екен. Ал мұздың еруі мен судың қайнау температурасы 1742 жылы Цельсий нақтылап берген екен, иә? Біздер бүгінгі сабақта барлығы не түсінікті болды, кімде қандай сұрағы бар, ештеңе, егер де түсініксіз сұрақтар болса, келіп тақтаға белгілеуге болады. Барлығы түсінікті болсын ма сіздерге? Кім айтады? Кім? Бұты өзіңші? Жұмыс жасаған. Қандай тәжірибелер жасадыңдар, е? Мен термометрмен жұмыс жасағанды үйрендім. Үйге бала, 40-шы